Сәлем достар, Мираның асханасына қош келдіңіздер. Біз бүгін творогтан роза гүлі печеньесін жасаймыз. Егер менің каналыма тіркелмесеңіздер, қоңыраушаны басып, тіркеліп алыңыздар. Керекті заттардың мөлшерін описанияға жазып кетемін. Ең бірінші құрғақ ыдысқа өсіп, бөлме температурасында сары майымызды салып аламыз. Сары майымыздың үстіне қантымызды қосамыз. Және де жұмыртқамызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне өстіп жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға творогымызды қосамыз. Творогты да массамен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ванилинімізді қосамыз. Енді ұнымызды салып, кішкене ұн салып аламыз да, оның үстіне разрыхлителімізді салып араластырамыз. Қамырымызды, ұнымызды жай-жайдан салып тұрып, қолының көмегімен илейміз. Міне бізде осындай жақсы жұмсақ қамыр шықты. Енді бұл қамырымызды целлофан мешочкқа салып, холодильникке 20 минутқа қойып аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болды. Холодильниктен алып екіге бөліп аламыз да, қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді дөңгелетіп кесіп аламыз. Енді дөңгелек кесілген қамырымызды өстіп үш жапырақтан бір-біріне жабыстырып, рулет қып осылай ораймыз. Қамырымызды пышақпен ортасынан бөлеміз. Міне бізде осындай гүл тәріздес қамыр шықты. Жан-жақтарын бекітеміз. Егер жан-жақтарын қаттылап, жақсылап бекітпесеңіздер, піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Екіншісінде өстіп бекітіп, жақсылап жабыстырып аламыз. Міне өстіп жапырақтарын ашамыз. Ортасы жақсы піседі. Тағы да біреуін жасап көрсетейін. Өстіп қамырымыздың шет-шеттерінен біріктіріп, дөңгелетіп, рулет тәріздес ораймыз. Осылай бірінші жан-жақтарын бекітіп алсаңыздар да болады, жабыстырып. Сосын кессеңіздер оңайырақ болады. Енді гүліміздің жапырақтарын ашамыз. Міне бізде роза гүлі тәріздес қамыр дайын болды. Міне менде 30 штук гүл шықты. Егер менің айтқан мөлшерімізбен жасасаңыздар, тура осындай 30 штук гүл шығады.
духовкаға салып қызарғанша пісіреміз. Міне осындай әдемі роза тәріздес печеньелер пісіп шықты. Ас болсын қыздар.